Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 8-ші сыныптың физика пәнінен кезекті тақырыбын бастаймыз. Сіздерге мынандай сурет ұсынып отырмын. Егер стакандағы суға түтікше салатын болсақ, бізге түтікшеміз сынған тәрізді көрінеді. Сұрақ: неліктен стакандағы түтікше сынған тәрізді көрінеді? Келесі суретте бос стакан тұр. Бос стаканның іш түбіне монета орналастырамыз. Бұл кезде бізге монета көзімізге көрінбейді. Егер стаканға су құятын болсақ, монета көтерілгендей болып көрінеді. Неліктен су құйғаннан кейін бізге монета көрінеді? Яғни осы суретте көрсетілген құбылыстың физикалық мағынасын бүгінгі сабақта түсінетін боламыз. Бүгінгі сабақта, яғни 8-ші сыныптың жарық құбылыстары бөлімі бойынша берілген тақырып жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы. Тақырыпқа байланысты оқу мақсаты берілген: жазық параллель пластинада сәуленің жолын салу. Осы мақсатқа жету үшін мынандай бағалау критерийлерін ұсынамын. Жарықтың сыну құбылысының физикалық мағынасын түсінеміз. Жарықтың сыну заңын тұжырымдаймыз. Ортаның оптикалық тығыздығы туралы ұғымды түсінеміз. Жазық параллель шыны пластинада сынған жарық сәулесінің жүрісін сызамыз. Бірінші бағалау критерийі бойынша жарықтың сыну құбылысының физикалық мағынасын түсінуіміз керек. Ол үшін мына бейнефильмді көруді ұсынамын. Мына фильмнен біз суға толы стақанға салынған қасықты бақылап отырмыз. Мұндағы қасық сынып қалған секілді. Алайда қасықты стақаннан алып тастаған кезде, бұның тек оптикалық иллюзия екеніне көз жеткіземіз. Жарық сәулесі қасық бетінен шағылып, су мен ауа шекарасы арқылы өткен кезде, сынатта өз бағытын өзгертіп, біздің көзімізге жетеді. Сондықтан да ол бізге басқа нүктеден келген секілді болады. Бұл иллюзияға себеп болған жарықтың сыну құбылысы. Яғни оқушылар, жаңағы бірінші суретте көрсетілген неліктен стакандағы түтікше сынған тәрізді болып көрінеді деген сұраққа жауап алдыңдар деп ойлаймын. Яғни жарық екі ортадан түскен кезде жартысы шағылады және жартысы сынады екен. Сонымен жарықтың сыну құбылысына байланысты екен. Келесі суреттегі, яғни стакан бос тұрған кезде монета көзімізге көрінбейді, ал су құйылған кезде жарық су ауа шекарасы бағытында көзімізге көрініп тұр. Яғни жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде таралу бағытын өзгертіп отыр. Яғни жарық сынып тұр. Бұдан біз жарықтың сыну құбылысы ұғымын түсінеміз. Яғни жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде өзінің таралу бағытын өзгертеді екен. Енді бағалау критерийі бойынша жарықтың сыну заңын тұжырымдаймыз. Жарық сәулесі екі мөлдір ортаның шекарасына альфа бұрышпен түскен кезде, ол өзінің таралу бағытын өзгертеді. Бұл құбылысты жарықтың сынуы дейміз. Бета бұрышы сыну бұрышы деп аталады. Негізінде түскен сәуле екі сәулеге бөлінеді. Олардың біреуі шағылу заңына сәйкес шағылады, ал қалғаны келесі мөлдір ортаға өтіп сынады. Түсу бұрышы нөлге тең болған кезде жарық сынбайды. Енді жаңа бейнефильмді көре отырып, жарықтың сыну заңын былай тұжырымдаймыз. Мына сызбаға назар аударыңыздар. Mn екі орта шекарасы, яғни ауа, су. S жарық көзі. SO түскен сәуле. SO түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр. Енді OV сынған сәуле. Альфа түсу бұрышы, гамма сыну бұрышы. Бұдан келіп сыну заңы былай тұжырымдалады. Түскен сәуле, сынған сәуле екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты
шамаға тең. Яғни бұл тұрақты шама заттың ортаның сыну көрсеткіші деп аталады. Заттың сыну көрсеткіші түсу бұрышына тәуелді емес. Жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткенде сәулелердің сынуы жарықтың әртүрлі жылдамдықпен қозғалатындығына байланысты. Бұл байланыс мына формуламен сипатталады. Мұндағы С вакуумдегі жарық жылдамдығы. Яғни бұл жарық жылдамдығы секундына 3⁻10⁸ дәрежесі метрге тең. В берілген заттағы жарықтың жылдамдығы. Мына кестеде кейбір заттардың ауаға салыстырғандағы сыну көрсеткіші беріліп тұр. Сыну көрсеткіші сонымен әр заттағы жылдамдықпен жарықтың таралуына тәуелді екен. Келесі бағалау критерийі ортаның оптикалық тығыздығы туралы ұғымды түсінеді. Заттардың әртүрлі ортамен салыстырғандағы сыну көрсеткішінің де әртүрлі болатындығын ескеріп, оптикалық тығыздық деген ұғым енгізіледі. Оптикалық тығыздық бұл егер жарық шоғы бір заттан екінші затқа өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан кем болатын болса, екінші ортаның, яғни екінші зат оптикалық тығыздығы үлкен орта деп аталады. Үлкен ортада аз ғана бұрышпен сынады екен. Тығыздығы үлкен ортада. Ал егер жарық шоғы бір заттан екінші затқа өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан артық болса, екінші заттың ортаның оптикалық тығыздығы аз деп аталады. Яғни ортаның оптикалық тығыздығы аз болғандықтан сыну бұрышы үлкен болады екен. Келесі бағалау критерийі жарық сәулесі мөлдір тақтаға түскен кезде оның бір бөлігі шағылады, ал қалғаны тақтадан өтіп сынады. Сынған сәуле тақта арқылы өтіп, шағылған сәуленің басқа қалған бөлігі тақтаның екінші бетіне келіп, одан шығып кетеді. Шыққан сәуле тақтаға түскен сәулеге параллель бағытта жылжиды. Тақтаға сәуленің түсу бұрышы ұлғайған сайын жылжытылу ұлғаяды. Сонымен жазық параллель шыны пластинада жарықтың сынуы. Жарық сәулесін жазық параллель шыны пластинаның бүйір қабырғасына суретте көрсетілгенде етіп түсіреміз. Жарық сәулесі шыны пластинада өткенде 2 рет сынады. Нәтижесінде жарық сәулесінің ауытқуы болады, бірақ оның бағыты өзгермейді. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бағалау тапсырмалары, яғни қалыптастырушы бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма: қайсы суретте жарықтың оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы кіші ортаға өтуі көрсетілген? Сіздерге дескриптор берілген. Ортаның оптикалық тығыздығын анықтауда түсу бұрышы мен сыну бұрышын салыстыруымыз керек. Келесі тапсырма: жарық шоғы ауадан суға өтеді, түсу бұрышы 60 градус, сыну бұрышы 30 градус, судағы жарық жылдамдығын табыңдар. Дескриптор жарықтың сыну заңын қолданады біріншіден. Екінші, ортаның сыну көрсеткішінің формуласынан жылдамдықты түрлендіреді. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. Сендер қандай жаңа ұғымды оқып білдіңдер? Шағылу мен сыну заңдарының бір-біріне ұқсастығы мен айырмашылығын атаңдар. Осы тақырыпты өткенде не түсініксіз болды? Яғни осы тақырыпта нені меңгердіңдер деген сұрақтарға жауап жазатын боламыз. Үйге тапсырма: тақырыпты оқу, сыну заңын жаттау, қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын орындау. Тағы бір тапсырма: үйге мына тапсырманы орындауымыз керек. Бұған дескриптор берілген. Дескриптор бойынша орындап шығамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.